Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Менің есім Ляззат. Достар, бүгін біз менің анамның рецептісі бойынша лагман қамырын созатын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Достар, менің каналымда көптеген қарапайым қолжетімді мастер-класстан алынған рецепттер бар. Сондықтан да мені арнамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Рецептердің сілтемесін видеоның соңына қалдыратын боламын. Салқын суымызға 1 қасық тұзымызды араластырып, ұнымызға жұмыртқа қосып, одан соң суды құя отырып, қаттылау қамыр илейтін боламыз. Қамырды жақсылап илеу қажет. Қамырдың илеуіне қарай біздің қамырымыз созған кезде үзілмей, өте әдемі болып созылатын болады. Достар, барлық рецепттердің құрамы описаниеде толығымен жазылып тұр. Описаниеден қарасаңыздар болады. Қамырды осылайша жақсылап баса отырып илеу керек. Одан соң әр 20 минут сайын қамырды қайталап 3-4 рет илейтін боламыз. Ие қанған қамыр өте созылғыш болып келеді. Достар, сіздер көріп отырғандай, бұрын мен лагман қамырын дүкеннен сатып алатынмын. Ал осы жолы анамның рецептісі бойынша, яғни бұл жылдаған рецепт бойынша мен бүгін бірінші рет дайындап, және де сіздерге көрсетіп отырмын. Бір жасағанда өте әдемі, керемет болып жасалатын лагманның қамырын сіздер де дайындап көріңіздер. Қамырды жақсылап илеп болғаннан кейін, оны кішкене бөліктерге бөліп алған болатынмын, бірақ айып етпеңіздер, ол жер видеода көрінбей қалыпты. Ал мінекей бөліктерге бөлінгені, одан соң қамырымызды, яғни қолымызды майлай отырып, қамырымызды соза бастаймыз. Бұл біздің бірінші қамыр созу кезеңіміз. Мінекей достар, көріп отырғандарыңыздай, біздің қамырымызды осылайша қолдың көмегімен немесе осылайша баса отырып созуға болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай біркелкі етіп созсаңыздар болады. Әр созып болған сайын 5 минуттай бетін жауып тындырып қойып, келесі кезеңде соза бересіздер. Мінекей менде екінші кезең қамыр созу сәтісі. Қолымызды аздап майлап қоямыз. Сол кезде біздің қамырымыз жақсылап созыла береді. Және де қамыр созған бөлмеде терезе ашық болмау керек, яғни бөлмеде жел болмау керек. Біздің қамырымыз кеуіп кетпеу керек. Егер де кеуіп кететін жағдайда, онда біздің қамырымыз сынғыш болып келеді, үзілгіш болып келеді, сондықтан да жел болмау керек. Яғни лагман қамырын созған кезде терезені ашпаңыздар. Қамырдың бетін жабысып қалмас үшін аздап майлап қоямыз. Бес минуттан соң мінекей үшінші рет қамырымызды соза бастаймыз.
Расымен де достар, дүкеннен сатып алғаннан көрі өзіңіз үй жағдайында дайындасаңыздар, лагманның қамыры өте дәмді, керемет болып шығады екен. Қамырымызды 4-ші рет соза бастадық. Бұрын кішкентай кезімізде анамыз бізге көп осы лагман қамырын дайындап беретін, бірақ мен үйде жүрген кезде үйренбеппін. Енді мен бұдан кейін лагман қамырын өзім үйден созып жиі дайындайтын боламын. Менің балаларыма өте ұнап қалды, сондықтан да енді біз үйде дайындайтын боламыз. Үйде дайындасаңыздар, бір жағынан дәмді болады, екінші жағынан арзанға түседі. Осылайша 5-ші рет қамырымызды екі жағын ұстай отырып, қатты жерге ұрғылап жіберген кезде біздің қамырымыз одан сайын жіңішкеріп созылатын болады. Осы кезде достар, қазанымызға су құйып, тұз салып қайнататын боламыз. Мінекей дайын болған лагман қамырын қазанымызға салып пісіріп алатын боламыз. Осылайша лагманның қамырын салғаннан кейін араластырыңыздар. Сол кезде біздің қамырымыз жабыспай біркелкі пісетін болады. Лагманның қамырын 8 минуттай пісіріп алатын боламыз. Одан соң ыдысымызға салып аламыз. Лагманның қамырын ыдысымызға салып алғаннан кейін үстіне май құйып жақсылап араластырамыз. Сол кезде біздің қамырымыз сусылдап, одан сайын жақсы болып тұрады. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын болды. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді күтемін.